Бүгінгі біздің бас қосуымызға мен қарап отырмын, мына профессорлар Бülent Байрам Түркістанда Түркология институтының директоры қатысып отыр екен. Қырғызстаннан Қадыралы Қоңқабаев профессор қатысып отыр. Измирден Мұстафа Өнер профессор әріптесіміз қатысып отыр. Профессор Суер Екер мырза қатысып отыр. Чувашиядан, Чебоксарыдан Николай Егоров қатысып отыр. Руслан Арзиев біздің әріптесіміз қатысып отыр. Сисенбай Құдасов Шымкентте түркітану орталығының директоры қатысып отыр. Академик Кәрімбек Құрманалиев қатысып отыр. Мына Жұмағали Абуов, Анар Салқынбай қатысып отыр. Енді меніңше өте көп. Енді мына онлайн жиындардың бір ерекшелігі, енді аса көп уақытқа әрі кетсе бір 2 сағат, 3 сағаттан аспаған дұрыс. Сондықтан қысқа пікірлерімізді айтсақ, сөз сөйлеймін деген азаматтар болса, мына чатқа жазып, мысалы, бірақ осының өзі де меніңше сәл аз емес болып тұр қазір. Сөйлейтін профессорлар ең аяғында біз міндетті түрде бір қарарды қабылдаймыз, өйткені бұл тақырып қазір Қазақстанда жүріп жатқан біздің тілдік реформамызға әліпби жасақтау және жаңа емлені жасау үлкен жұмыстарға тікелей қатысы бар. Бұл өте үлкен, біз қазір инновация дейміз, серпіліс дейміз, жаңалық дейміз, сондай бір сөздер. Нағыз инновацияның көкесі осындай тақырыптар, осындай үлкен мәселелер бүгін көтеріп отырған. Мен сөзді қазір мына Жұмағали Абуов мырзаға бергім келіп отыр. Бұл кісі таныстырудың қажеті жоқ. Жұмеке, бұлай тезис түрде қысқа бір ойлар. Қазір көп мәселені айтудың керек жоқ, тек қана алға. Түсіндім, рахмет. Ал құрметті әріптестер, бүгін шын мәнінде үлкен бір жаңалықты талдап отырмыз. Әлекеңнің жасаған баяндамасы өте керемет. Сингармонизм ішіндегі құбылыстың алгоритмін көрсетті, моделін көрсетті, схемасын көрсетті, оның жүйесін көрсетті, бәрімізге көрсетіп, түсіндіріп берді. Оны тіптен артикуляциясын зерттеуінің, акустика зерттеуінің, перцепциясын, теориясын бәзгі кәдімгі қолға таяқ ұстатқандай көрсетіп, жақсы түсіндіріп берді. Әлекеңнің өзінің мектебі бар, Әлімхан Жүнісбекұлының өзінің шәкірттері бар. Бірақ осы бір идея, осы бір бағыт онша дамымай жатыр. Дамымай, практикалық жағынан теориясы бар, практикалық жағынан қолдану кемшін болып жатыр. Ал енді бұл шынында керемет қойғаны, сегменттік жағын қарайды. Сингема, алла сингема деген термин беріп отыр. Суперсегменттік просодия жағын қарап, сингармонизмнің атқаратын рөлін көрсетіп отыр. Анау біздің Европа центризмнің басқа батыс елдерінің бізге постулат ретінде жаңағы беріп жіберген соның ережелерінен шығып, таза қазақтың, түріктің ішкі заңдылықтарынан сүйеніп отырып, осындай үлкен теорияны ашып отыр. Ал енді мен Америка құрама штаттарында, Лос-Анджелес қаласында 1 жыл ғылыми тәжірибеден өттім. Сонда осы фонема жазған біздің қазақ тілі фонетикасының зерттеулерін салып көрдім, жаңа технология, жаңа программаға. Әлімхан Жүнісбековтің жаңа айтқан артикуляциясын, акустикасын, перцепциясының, соның қалай жұмыс істейді екен деп жаңа технологиямен, жаңа программамен салғанда, аяғында біз синтез жасадық. Дыбыстардың бәрін жинап, синтез жасап, роботқа сөйлету, искусственный интеллектті алғашқы қадам барын сол Америка құрама штаттың лабораториясында жасадық. Басшымыз болып, дүние жүзіне белгілі әлемдегі фонетика ассоциациясының президенті Питер Ладафегет деген кісі қатты қызығып, себебі осындай теория бар екен, осындай бағыт бар екен. Мынау жаңалық қой, біз бұрынғы білетініміз тек қана фонема еді, фонология еді, фонема еді, тонология еді. Ал сингема, сингармонема деген бізге таныстық, жаңадан шыққан бағыт екен. Бұл қалай сіздер аштыңыздар, қандай сондай дәрежеге жеттіңіздер деген үлкен қызығушылықпенен соны жасағанда, Әлекең алған деректердің бәрі дұрыс екенін көрсетті.
робот жақсы сөйлеп, акцентсіз сөйлеп, орында қазақтың дыбыстары әртүрлі жалған дикторымыздың қолымызда жасаған дыбыстардан алғанда жаңағы Әлекеңнің теориясын практикада дәлелдеді. Сондықтан мен айтайын деген, құтты болсын Әлеке, тағы да жазып атсыз. Мен осы Америка құрама штаттарында үлкен фонетикалық конгресстерде, симпозиумдерде осы Әлімқан Жүнісбековтің жаңа теориясына баяндама жасадым. Жаңа теориясымен. Сонда Американың фонетистері бәрі таң қалды. Осындай жаңалықтар бар екен, үлкен мынау жаңа бағыт бар екен. Ол бұрын еске алмай жүреді. Жаңа дұрыс айтады. Африкада да осындай біздің тіл сияқты осы сингармония тілдері бар. Европада да бар, Азияда да бар. Түркі елдерінің бәрі сингармонизмсіз болмайды. Мен айтар едім Ереке даже осы ненің аты түрік тілдерінің ұлттық коды сингармонизм деп. Сингармонизм жоғалса, тіл жоғалыр. Тіл жоғалса, ары қарай белгілі шаруа. Сондықтан түрік тілдерінің ұлттық коды үндесім, немесе түркі тілдерінің ұлттық коды үйлесім деп үлкен бір халықаралық конференция өткізсеңіздер. Соған атсалысар. Дүниежүзінің ғалымдарына қатысса, сөйтіп Әлекеңнің жасап отқан бүгінгі еңбегі, баяндамасын, жазған еңбегін ары қарай біз жалғастырып алып кетпесек, қазір заманда қиын болып тұр. Жаңа дұрыс Әлекеңнің тағы бір қызығы, орханы руникалық, 75 символ деген руникада бар екен. Одан шығады 153 аллофондар, 153 сингемалар. Сол орхан руникасында бар екен. Сол кеп тұр, Әлеке мына жағынан келіп, руникаға қайтып барып, сол кездегі ғалымдардың да ішкі заңдылықтарды сақтай отырып, осындай үлкен ғылыми жаңалықтар жазғанын Әлекен тағы дәлелдеп отыр. Сондықтан құтты болсын дейміз Әлеке. Мен тек айтайын деген практикалық жағынан осына сингармонология деп Қазақ ұлттық мемлекеттік университетте, біздің педагогикалық университетте спецкурстар, спецсеминар жүрсе. Әсіресе Абай атындағы университетте педагогикалық сол үйреніп, студенттер ары қарай мектепке барғанды дамытып кетсе. Сонымен шын мәніндегі қазақтың, түріктің өзінің ішкі заңдылықтарын сақтап отырып, осындай ғылыми зерттеулер жүргізетін уақыт жетті. Соған практикалық жағынан көмек беруіміз керек, әртүрлі оқулықтар шығару керек, программаға енгізу керек, сөйтіп қолға алу керек. Іске сәт болсын. Осыны үйлестіріп өткізіп отқан Ерден бауырым саған да рахмет. Көп Рахмет. Көп рахмет, Жұмеке.